Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге болған Айсұлтан. Бүгінгі видеода біз менің осы уақытқа дейінгі жүзеге түсірген жұмыс орныма обзор жасайтын боламын. Иә, кешірім сұраймын, осы уақытқа дейін менде 3 апта бойы видео шыққан жоқ, сол себептен мән бермеңіздер. Менде уақыт болған жоқ, желание болған жоқ, солай болды. Бүгінгі осы менің компьютеріме обзор ететін оңай видеоны жасайын деп шештім, каналым видеосы қалмасын деп. Ал достар, видеомызды бастаймыз. Мынау менің жұмыс орным, мынау менің клавиатурам. MRM Power деген, осы жерде отырып видео түсіріп, мынау менің орындығым. Көпшілік пиң ауырмау үшін деп қойып тастағам. Жиналмаған, мән бермеңдер. Міне осы клавиатурамен видео түсіріп, қараңдар, уже амышып кеткен, мал шыққан. Осы жерде видео түсіріп достар, мен мен наушник алған болатынмын. AirPods Max 500 мың алған, оригинал бұл деп ойнап отырмын. Мына копия. Бұны мен Теймурдан заказ бердім 1 апта бұрын. Қанша? 2 апта бұрын ба? Осы жақында ұмытып қалдым уже. Осы міне осыған осымен видеоларды осымен қолданып жүрмін. Басқа наушник жоқ енді менде. Негізі мен AirPods'ым болған, AirPods обычный Pro. Сондай болған, бұл да бірақ копия, Так, компьютер қосайын ба, не істейін? Так, компьютерді қосып жейін, сендерге көрсету керекпін ғой. Мен пока что неге көрсетіп тұрайын. Мынау дейтін не? Бұл, тазалайтын. Мына клавиатура, қараңдар, шаң-шаң болып жатыр да. Осыны тазалайтын ғой, бұл дейтін. Бүйтіп қатты мен бүйтіп істесең, қанша шаң шығатын. Камера дұрыс көрініп тұрған жоқ, не үшін өмірдегі сап-сары аппақ бір шаңдар жатыр. Қараңдар, мына жерлердің бәрі шаң-шаң болады. Осыны тазалауға болады. Осыны тазалау үшін алған. Қараңдар, мына жерін бүйтсем, шаң-шаң болады, қараңдар. Ёп, твою мать, дай фокус алсайшы. Фокус алмай жатыр. Шаң-шаң болады менде. Так, мынаны ала отырайын мына жерге. Мынау не деп қой, мышка ғой. Білмейтін білесіңдер ғой. HP-дікі, болды уже бұнан кетіп қалған, бүйтіп болды аса. Мынау коврик папкідікі. Ал мынау не? Мынау фонарик. Бұл фонарик не үшін қалдым? Мен алып қойып отырмын. Себебі менде, басқа канал бар, левый канал. Ссылка заковал. Левый емес, ол основной каналы менде 70 подписчик бар. 70 болу керек, ұмытып мен қарап жүрген жоқпын подписчигін. Сода мен дейтін, заброшка, сондайлар түсіремін. Қорқыныш видеолар, мистика туралы, душ шақыру, соларға арналған. Сол үшін фонарик керек қой, әрбір не сайын. Фонарик алып қоямын сейден. Мынау мысалы колонка ғой, бірақ та мынау былай екен ғой. Бұл да фонарик. Бұл да фонарик. Мынау астында 2 телефон тұр менде. Қазір қараңдар. Екеуіне зарядке қойып, бана қысып кеткен кәдімгідей. Амы шыққанда тілен. Быт малшып кеткен. Бірақ істеп тұр. Осының камера шықсы, ал мынаның нормально. Мынау бірақ шаң-шаң басып кеткен. Не болып кеткен аған бәріне. Бана қысып кеткен, жарылып кетпесіңіз. Мынау мен мысықым, Ошым, осылай, Басқа ешетін ештеңе жоқ шығар. Кәдімгі обычный, көбісіндікіндегі ноутбукпен жұмыс ететін заттар менікіде. Просто менде мынандай клавиатура бар. Негізі ноутбукпен жұмыс ететін клавиатура болмайды. Ал мен бұрынғы суретім кішкентай кезімдегі. Алды бастайық та. Қазір. Так, Lenovo. Бұл менде SSD тұр, сол себепті тез қосылады менде. Windows 11. Windows 10 емес менде. Windows 10 жақсы еді негізінде, бірақ енді уже 10 дейтін поддержка аяқталып қалды. 14 қазан күні кім білетін шығар, білмейді. Windows 10 уже қолданылмайды. Қолдануға уже болмайды. Мүмкін емес десек те болады. Уже безопасность дейтін жоқ уже. Ал мына Windows 11 менде, қараңдар. Windows 11 уже қолдануға болады. Мына жерге қойып қояйын. Міне. Бұл менде офистің негізінде, мен Minecraft ойнап жүрмін. Соның өзінде Minecraft ойнаймын, бірақ
модтарды қосып ойнаймын ғой мен. Модтарды қоссаң, короче, быт қатады. FPS 60 ұстайтын стрика жазатын осы жақында. Жақында емес, баяғыда сырт тұр ғой. 60 ұстайды. Бірақ негізінде 100 деп көрсетіп тұр. Несі 60 ұстайды негізінде бар ғой, явно. Қатады. Соның өзінде де қатқаның өзінде 60 FPS деп көрсетеді. Негізі олай емес. Солай. Міне, осы компьютер. Хард-дискісі, как көрсетейін. Так, свойства. Этот компьютерден қарайды ода оны. Так, қалай қарайды? Міне. Что-то неге загруз ұзақ болып жатыр, неге? Міне, осы компьютердің системасы қарап алыңдар. Мен компьютерді шарт етсем, бірақ та қатты андай емес. Бірақ та AMD-ның Ryzen Gold 3150U Radeon Graphics-пен, ол не ғой, сервер емес, встроенный видеокарта, встроенный процессор кәдімгі. Ол офисный Graphics дейтін, AMD Radeon Graphics деп тұрады. В общем, қатты мықты емес айтам, бұл негіз бұл компьютер. Абсолют разряд, 8 ГБ азу, Windows 11 Pro. В общем, солай. Сау болыңдар, қатты мықты болған жоқ, видео өте қатты қызық болған жоқ, бірақ та 2-3 апта видео шыққан жоқ. Сол себептен мен бір видео қалдырайын, бір видео шығарайын, бір видео болсын шығарайын деп осы видео түсірдім. Оп-оңай видео. Алдағы уақытта сау болыңдар. Пока-пока, чао.